Қыстың қамын жазда ойлаймыз. Бірінші бөлім. Қиярдың 3 пакетін алып, ата-енемнің үйіне келдім. Ең алдымен қиярды жуып аламын. Жер үй болғандықтан өте ыңғайлы. Шлангыны қосып қойып, аулада бірнеше қайтара жуып алдым. Және екі жағынан шеттерін кесіп тастаймын. Қияр 2 сағат суда тұруы қажет. Оған дейін қазан ошақты жуамын. Үйге кірсем, енем сол уақытта сарымсақ аршып қойыпты. Ал мен осы тұрған бұрышты турап тастап, қайтадан далаға шықтым. Өйткені сыртта тұрған банкаларды жақсылап жуып шығу керек. Уксус қойып, барлығын шайып шығамын. Қайныным далаға шығып, от жақты. Ал енді керекті заттарын салып шығамыз. Сарымсақ, бұрыш, лавр жапырағы. Қайныным огородтан хрен жапырағын алып келді. Мен оны жуып, турап дайындап қойдым. Шие және қарақат жапырақтарын да саламыз. Зонтик укроп, қара бұрыш және чили бұрышы. Бұл жерде менің ортаншы қызым маған көмекке келді. Ол барлығын салып жатқан кезде үлкен қызым да қызығып келіп кірісіп кетті. Барлығын өзіміз жасаймыз деп мені жолатқан да жоқ. Ең соңында қиярды салып шықтым. Осы жылы қиярды аз алып қойыппыз, 8 банка артылып қалды. Үстінен помидорын салып, крышкаларды стерилизовать етіп, енем қайнап тұрған суды құйып шықты. Жарты сағатқа қалдырамыз, оған дейін үйге тамақтануға кірдік. Мен далада жүргенімде енем палау пісіріп қойған екен. Қайныным по классике кола құйып жатыр. Ал біз кішілеп тамақтанып аласын сыртқа шықтық. Мен қиярдың суын төккенше, енем тұзын және қантын салып шықты. Қайтадан таза қайнаған су құйып, банкілерді басып шыққанша мен тасый бастадым. Жақсылап араластырып, тексеріп, аударып қоямын. Ал бүгін мен 10 мыңшақ емес, 20 мыңшақ жасап тастадым. Кешке қарай шаршап, енем семішке шағып, мен салқын арбуз жеп алдым. Ал бізге ас болсын.